Баланың жазуына балапан дәптер өте көп көмегін тигізеді. Егер балапан дәптер сізде жоқ болса, қолымыздағы бар қисық көз дәптерді алып, балапан дәптердің ішіндегі бар сызықтарды түсіреміз. Ең алдымен біз А әрпінің бірінші бейнесін түсіретін боламыз. Яғни бірінші таяқшасын түсіреміз. Таяқшаның өзін түсіре қоймай, оны нүктелеу арқылы кескіндейміз. Бала ол кескінді басу арқылы ол жаңағы таяқшаны өзі қалпына келтіретін болады. Яғни әр таяқшаның ортасына бір саусақ сиятындай орын тастап кетеміз. Сол кезде біздің әріптеріміздің ортасы жақсы қалыптасады. Яғни ол бір саусақ барлық баланың өміріндегі жазуларына көп көмегін тигізеді. Және астыңғы жолға А әрпінің өзінің ескесін салатын боламыз. А әрпін солайынан түсіреміз, ал бала оны басады. Біз әріпке бірден көшпей, яғни әр әріптің әртүрлі таяқшаларына мән береміз. Яғни А әрпінің бір таяқшасына мән беріп, сол таяқшаны бала өзі салу керек. Және келесі таяқшасын да дәл солай қайталап шығамыз. Одан кейін барып, А-ның өзін салуға кірісеміз. Яғни әріптерді тіке салмаймыз, көлденең салатын боламыз. Сол кезде әріптеріміз өте әдемі түседі. Келесі әріпіміз Б әрпі. Б әрпіне көңіл бөлетін болсақ, бірінші таяқшамыз бір дәл манағы А-ның таяқшасына ұқсас, сондықтан баланың өзі толтыра кетеді. Және келесі бөлігіміз ол Б-ның ортасы, яғни О әрпіне ұқсас келеді. Ол дөңгелектерді де бала өзі толтыру қажет. Ал келесі сызығымыз біздің теңіздің толқындарына ұқсас, ол яғни Б-ның басы болып келеді. Және соңғы біз Б-ның әртүрлі жаңағы таяқшаларын қосамыз, сол кезде Б әрпі пайда болады. Осылай баланың әдемі әрі сауатты жазуына көмектесеміз.